Жүрек бұл біздің организмімізде маңызды қызмет атқаратын органдардың бірі болып табылады. Жүрек кеуде қуысының сол жақ бөлігінде төменгі кеуде бөлігінде орналасады. Жүректің үш беті бар. Алдыңғы төс қабырғалық беті, бүйірдегі аралық беті және көкетке қаралған төменгі беті бар. Жүрек бұл бізде латынша кор деп айтылады. Бұның салмағы 250-300 грамм болып келеді. Пішіні конус тәріздес болып табылады. Жүрек оң жақ жүрекше және оң жақ қарынша, сол жақ жүрекше және сол жақ қарынша деп екіге бөлінеді. Оң жақ жүрекше бір атриум декстер, оң жақ жүрекше артынан кеңейтілген, алдынан тарылған екі вена қаны құйылады. Оң жақ жүрекше мен сол жақ жүрекше аралығында тесік болады. Бұл жаңа туылғаннан кейін тыныс алу нәтижесінде ол тесік бітеліп шұңқырға айналады. Одан кейін оң жақ қарынша мен оң жақ жүрекше аралығында үш жақтаулы қақпақша болады. Оны трископедальды клапан деп атаймыз. Ол жүрекшеден аққан қанды қарыншаға өткізіп, қарыншадан кері қарай ағып кетпеуін қамтамасыз етіп тұрады. Оң жақ қарынша бұл вентрикулярис декстер деп айтылады, яғни бұл үш емізгішелі өсіндіден тұрады. Оң жақ қарынша мен сол жақ қарынша аралығын қалқа, яғни бұлшықетті орта бөліп тұрады. Бұл оң жақ қарыншада арты бос қуыстық тұрады және де артерия түтігі тұрады. Артерия түтігі келіп қолқа қан тамырына, өкпе сабауына байланып тұрады. Сол жақ жүрекше деп отырғанымыз вентрикуляр атриум синистер деп айтылады. Сол жақ жүрекшеде оң жақ жүрекше секілді артынан кеңейтілген, алдынан тарылған қан тамырлардан тұрады. Ол жаққа 4 вена қан тамырлы келіп құйылады. Бұл жерде екі жақтаулы қақпақшамен қарынша екеуі аралығында орналасады. Оны біз митральды клапан деп атаймыз. Сол жақ қарынша бұл вентрикулярис синистер деп айтылады. Сол жақ қарыншада үш емізгішелі өсінділер және сіңір талшықтары орналасады. Бұл жерде алдынан жоғарыға қарай қолқа тесігі орналасады. Ол бізде арғарай қан тамырларды жеткізіп тұрушы болып табылады. Одан кейін жүректің қабаттары бар. Жүректің қабаттары эндокард, яғни ол эндокард ішкі қабатымыз, эндокардиум деп атаймыз. Эндотелий талшықтармен және дәнекер ұлпасынан тұрады. Одан кейін миокард қабаты, ол қалың көлденең жолақты бұлшықетті қабаты. Яғни біздің жүрегіміз қалың бұлшықеттен тұрады. Одан кейін эпикард қабаты, бұл сыртқы қабаты. Эпикард қабаты жүрекке келетін, шығатын қан тамырлар арқылы ол перикард қабатына ауысады. Перикард қабаты мен эпикард қабатының аралығында қуыс болады. Олардың сыр сұйықтығына аздаған сыр сұйықтығы болады. Ол біздің жүрегімізді үйкелістен сақтап тұрады, перикард қабаты. Ары қарай біздің жүректің шекараларын анықтауға болады. Жүректің шекаралары, яғни ол астыңғы жақтан 5-ші қабырға мен жоғарыдан 3-ші қабырға, төстен 2-3 см оңға қарай біз жүректің шекараларын анықтап көре аламыз. Яғни бармақпен ұру, яғни перкуссия әдісі арқылы жүректің шекараларын анықтап табуға болады. Жүректің қызметі, жүректің жалпы негізі ағзада жүрек насостық қызмет атқарады. Яғни қандарды айдап алып кетіп, айдап әкелуші болып табылады. Жүрек бұл минутына 60-90 рет соғатын болады. Жүректің бір соғыс циклы 0,8 секундқа тең. Яғни жүрекшелерге қанның келуі бұл бізде 0,1, қарыншаларда болуы 0,3 және орталық жалпы пауза дейміз, яғни үзілісі 0,4 секунд деп айтылады. Сонымен жүректің бір циклының ұзақтығы 0,8 секундқа тең болып табылады. Сонымен қатар жүректе бізде жүректің өзінің тітіркендіргіске сай болуы бұл жүректің автоматизмі деп айтылады. Яғни жүректің келуші жүйке талшықтарын кесіп алып тастайтын болса, жүректі тітіркендіретін. Яғни жүрек өздігінен диастолы, систолы, яғни режимде болып тұрғанын көре аламыз. Яғни диастолы деп отқанымыз жүректің босаңсуы, систолы деп отқанымыз жүректің жиырылуын деп айта аламыз. Сонымен жүрек біздің ағзамызда осындай қызметтер атқарады.